Бүгін біз Нұр-Сұлтан қаласында білім инновация қорына, білім орда халықаралық қоғамдық қорларына қарасты білім ордаларының, мектептерінің өзін-өзі басқару ұйымдарының жетекшілерімен, яғни мектеп президенттерімен осында көшбасшы 4.0 деп 2021-2022 оқу жылының көшбасшыларының құрылтайын ұйымдастырып отырмыз. Жалпы бұл іс-шара 4-ші рет ұйымдастырып отқаннан кейін біз бұл іс-шараның көптеген пайдасын көріп жатырмыз. Өйткені балалар осында келіп алған білімдерімен, дағдыларымен мектепке барып өздерінің өзін-өзі басқару ұйымында осы тәжірибені қолданатын болады. Сонымен көптеген мектепке, оқушыларға дамуына өзінің пайдаларын тигізеді деген сенімдеміз жалпы. Аталған шара 2 күнге созылады. Іс-шара мектеп президенттеріне қор қызметін таныстырумен басталды. Одан әрмен биылғы оқу жылына арналған спорттық және әлеуметтік іс-шаралар жоспарын көрсетіп, қор қызметкерлері оқушыларға тренингтер өткізді. Бұл жиналыс осымен 4-ші мәрте ұйымдастырылуда. Осы семинардан көптеген тәжірибе алуға үміттенемін. Негізі карантин салдарынан менің президенттік борышымды әлі өтей алмадым, бірақ алдағы уақытта оқушыларды барынша дамытуға және лицейімізге үлкен үлес қосуға тырысатын боламын. Барлық болып жататын жақсы пайдалы және де оқушыларды дамытуға осы жерден білім жинақтап және соны колледжге барып қолданып және колледж студенттеріне көмек бергім келеді. Жалпы колледжде барлығы жақсы. Қаңтар және алдағы уақытқа 1 жылдық жоспармен өзіңіз басқару ұйымы жұмыс жасайтын болады және де көптеген іс-шаралар ұйымдастырылатын болады.